Мен Айсұлу Жолдасбек қызы оңтүстік өңірінде дүниеге келдім. 17 жасында өзімнің азаматымен кездесіп, ол кезде социальный сет, әлеуметтік желі жоқ, сотовый телефон жоқ кез жолдасымен бір-екі рет қана біз кездесіп, сөйлесіп, ол менің 18 жасқа толғанымды күтті. 18 жасқа толғаннан кейін болашақ жарымды мен ата-анаммен таныстырдым. Туған күніме шақырдым. Себебі ол азамат маған қатты ұнады. Оның бойындағы бір қасиеті забота дейміз ғой, қамқорлықты сол кезде сезіндім. Мен 13 жасымда әкемнен жетім қалдым. Әкемнен айырылғаннан кейін мен болашақ жарымның бойынан сол ер азаматқа лайықты бір қамқорлықты сол кезде сезіндім. Бірінші ол маған өте маңызды болды. Болашақ жарымның бойынан қамқорлықты сезінгеннен кейін ғана мен оған келісім беріп, 2 рет, 3 рет кездесіп, туған күніме шақырдым. Ол маған ұсыныс жасап келген кезде 18 жаста болдым. Мен келісімді бердім. Мүмкін менің алғашқы балалық сондай бір сәтті тастап, үлкен қадамға өзім шешім қабылдаған сәтім болуы мүмкін. Мен содан әдемі өмірді өз қолыммен жасадым. Оның бойынан барлық жақсы қасиеттерін көргім келді. Сонымен біз 37 жыл бірге болдық, өмір сүрдік. Ұл қызды дүниеге алып келдік, тәрбиеледік. Бірақ өзімнің ойымдағыдай, қалауымдағыдай көңілімнен шықпады. Біраз қиыншылықтар болды өмірімізде. Кешіріммен қарадым.